Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың туындылары. Көрсеткіштік функциялардың және логарифмдік функциялардың туындылары мына кестеде көрсетіліп тұр. Е-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесінің өзіне тең болады. Яғни бағанадан бері қарап отырғанымызда берілген функциядан туынды тапқанда басқа бір функцияға ауысатын. Бізде e-нің x дәрежесінің функциясының туындысын тапқанда ғана ешқандай басқа функцияға ауыспайды, x дәрежесінің өзі қалады. Ал a-ның x дәрежесінің туындысы a-ның x дәрежесі көбейтілген натурал логарифм a. Натурал логарифм x-тің туындысы 1 бөлінген x болады. Ал логарифм a негіздегі x функциясының туындысы 1 бөлінген x көбейту натурал логарифм a түрінде болады. Енді осы формулаларды қандай да бір функциялардың туындысын табуда қолданып көрейік. Айталық, мына функцияның туындысын табу керек. Бұл жерде екі функцияның көбейтіндісін көріп тұрмыз. Олай болса, көбейтіндінің туындысын табу ережесін қолданамыз. Ол кезде бірінші көбейткіштен туынды аламын, екінші көбейткіштің өзін жазамын. Қосу, енді бірінші көбейткіштің өзін жазамыз да, ал екінші көбейткіштен туынды алып жазамыз. Көбейтіндінің туындысын табу ережесін жаздық. Енді x-тің туындысы 1-ге тең, екінші көбейткіштің өзін жазып қоямыз. Қосу, x-тің өзі жазылады. Ал e-нің 2x минус 1 дәрежесінің туындысы, біз бағана айтып кеттік, e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесінің өзіне деп. Яғни e-нің берілген дәрежесі бойынша өзін жазып аламыз. Бұл e-нің u дәрежесі болғандықтан e-нің u дәрежесінің туындысы e-нің u дәрежесі көбейту және u-дан туындаламыз. Яғни 2x минус 1-ден туындаламыз. Күрделі функция болып тұр. Сонымен бірінші қосылғыштың өзін жазайық. 1-ді e-нің дәрежесіне көбейтсек, e-нің 2x минус 1 дәрежесінің өзі болады. Ал қосылған x көбейту e-нің 2x минус 1 дәрежесінің өзін жазайық. Ал жақшаның ішінде тұрған өрнектен туынды тапсақ, 2x-тің туындысы 2-ге тең, минус 1-дің туындысы 0-ге тең. Яғни көбейту 2 деп жазамыз. Одан ортақ көбейткіш ретінде e-нің 2x минус 1 дәрежесін жақша сыртына шығарып жіберсек, бірінші қосылғыштың орнында 1 қалады. Қосу, екіншісінен e-нің 2x минус 1 дәрежесі жақша сыртына шығарып кетсек, x көбейту 2 қалады, яғни 2x қалады. Екінші мысалда y тең натурал логарифм 4 минус түбірасында x функциясының туындысын тап. Бұл жерде күрделі функция көріп тұрмыз. Натурал логарифм x функциясының туындысын табу формуласы 1 бөлінген x, яғни аргументте тұрған 4 минус түбірасында x-ті x-тің орнына жазамыз, және 4 минус түбірасында x-тің өзінен тағда туынды табамыз. Яғни y' тең туындысы десек, бірінші логарифм туындысының формуласы бойынша 1 бөлінген, яғни мынаны u деп қарастырсақ, 1 бөлінген u, яғни осы өрнектің өзі жазылады. 4 минус түбірасында x. Көбейту енді u-дің туындысы. 4 минус түбірасында x-тің туындысы болады. Ары қарай 1 бөлінген 4 минус түбірасында x көбейту. Енді 4 тұрақты сан болғандықтан 4-тің туындысы 0-ге тең, минус түбірасында x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбірасында x-ке тең болады. Енді бөлшекті бөлшекке көбейтудің ережесі бойынша минус бөлшектің алымындағы 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады. Сонда 2 түбірасында x, жақшаның ішінде 4 минус түбірасында x болады. Y-тен 3-тің түбірасында x дәрежесі көрсеткіштік функциясының туындысын табайық. Y' 3-тің түбірасында x дәрежесінен туындаламыз. Яғни 3-тің x дәрежесі a-ның x дәрежесінің туындысын табу формуласы арқылы жүргізіледі. Яғни a-ның x дәрежесі көбейтілген натурал логарифм a. a-ның орнында 3 тұр. Яғни 3-тің түбірасында x дәрежесі көбейтілген логарифм 3 дейміз. Көбейту. Енді бұл 3, мына жерде түбірасында x болғандықтан 3-тің u дәрежесі болып тұр.
яғни u дәрежеден, яғни түбірәсінде x-тан тағы да туындаламыз. Күрделі функция. Бірінші көбейткіштердің өзін жазамыз. Көбейту түбірәсінде x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбірәсінде x. Енді көбейткіштерді реттеп жазатын болсақ, 3-тің түбірәсінде x дәрежесі натурал логарифм 3 бөлінген 2 түбірәсінде x деген өрнек шығады. Төртінші мысал. Логарифм 2 негізде x квадрат плюс x функциясынан туындалу керек. Логарифм а негіздегі x функциясының туындысының формуласы бойынша 1 бөлінген аргументте x бөлшектің бөлімінде тұр. Ал бізде аргументте x квадрат плюс x деген күрделі функция тұр. Яғни бұны o ретінде қарастырсақ, логарифм 2 негізде o. Яғни u көбейтілген натурал логарифм 2. u-дің орнында тұрған өрнек x квадрат плюс 3 көбейтілген натурал логарифм 2 болады. Көбейту енді u-дің өзінен тағы да туындағанбыз. X квадрат плюс 3x-тің туындысы. Енді ары қарай 1 бөлінген x квадрат плюс 3x-тің өзі натурал логарифм 2. Көбейту. Енді жақшаның ішінде тұрған өрнектен туындалсақ, x квадраттың туындысы 2x қосу 3x-тің туындысы 3-ке тең. Бұл өрнек бөлшекке көбейтіп тұрғандықтан, оны бөлшектің алымына жазамыз. Ал бөлімінде тұрған өрнектің өзін жазамыз. 3x қалды. Сонда x квадрат плюс 3x көбейтілген натурал логарифм 2 болады.